Қайтадан атты фильмнің премьерасына барып жатырмыз. И қайтадан пробка түсіп қалдық. Негізі фильм катастрофа ғой, апат туралы кино қайтадан. Негізі пробка туралы фильм катастрофа түсіру керек қой уже. Үлгереміз ба біз? Бұйырса. Пробкадан келіп киноға келсек премьера. Бұл жақта пробка болатыр ғой. Невозможно болатыр. Надо ма? Оте. Оте, да, прям? Реально. Даже оте, да, прям супер. Я действительно жылайтын жерде жылап күлетін күлдіріп алып қойды. Жылайтын жерде күліп жыламайсың. Фильмнің атауының өзінде кино көріп отырып мың рет айттық қой. Наугаз қайтадан. Красавчик, Джеки! Құтты болсын. Жылайтын моментті өткізіп алғам негізі. Келгендеріңізге рахмет, қолдағандарыңызға. Негізі бұл жерде шынымен де үлкен еңбек жатыр. Барлық группаға мың алғыс айтам. Енді рекламасын шамамыз келгенше жасадық. Ары қарай осы жұмысты негізі сіздерге ұнады ма бірінші сөз? В общем, шықтық кинодан кайф кино. Құрметті достар, міндетті түрде барыңыздар. Спецэффект, сценарий. Толық шықтым шынымен. Өте әсерлі моменттер көп екен, личный моменттер де көп. Және де актерлік құрам мынандай ерекше. Әшім жыртты, красавчик. Әшім аузын ашса жарып, молодец. Өте органично шықты. Жалын, құтты болсын, Думан, молодцы. Өте күшті деді. Еңбек көрініп тұр. Міндетті түрде қайтадан фильміне барыңыздар. Сосын туысқандарыңызды жинап, қайтадан барыңыздар. Молодцы. Сен баста ағаң. Да? Сен де жылап тұрсың ба? Біз де жылап алайық кішкене, күте тұрайық. Кет. Айтары бар. Это мое лицо после премьеры, достаточно. Мен 4 рет точно жыладым. Не хочу спойлерить, но фильм капец того стоит. Барыңыздар, міндетті түрде. Бұл жерде тек қана апат жайлы емес. Бұл жерде өміріміздегі барлық проблема бар. Яғни қоғамдағы проблема бар. Өте маңызды, көріп, ой түйіп шықсаңыздар болады. Оның ішінде бауырым Думан Еркінбекке алғыс білдіргім келеді. Бұл дебюттік жоба. Ерлан Ашеков, оператор-постановщик. Ешкім жасап көрмеген дүниеге бел шешіп кіріскен художник-постановщик Бекен Нарбай. В общем, қайтадан фильмнен шықтым. Думан, Жалын, браво, жігіттер үлкен еңбек. Бекен, красавчик, художник-постановщиктің ынтасы көрініп тұр. Бұл енді бір үлкен бір дем ғой біздің киномызға. Но особо хочу отметить своего друга, одного из лучших актеров, с кем я вообще когда-либо работал, Әшім просто өзінің рөлін, главный рөлін ұстаған да. Әшім, красавчик, браво. Джасик, молодец. Супер, все супер.
кешеден бері бір сөз дайындап алайыншы, осы азақ берілетін уақыттың ішінде бір деп ойладым, келмеді. Ар ойладым, бер ойладым, келмеді. Сонымен бұл біздің тұңғыш фильміміз. Қанша жыл бойы армандап келдік, бірге жеттік, осы жердегі командамен бірге жеттік. Сондықтан да фильм алғашқы апат туралы Қазақстандағы фильм деген атты алу үшін, ең алғашқы тұңғыш деген сөзді қою үшін үлкен еңбек жасалды. Сол еңбекті біздің халқымыз қолдап кетсе екен деген үлкен үмітіміз бар. Сіздерден бір өтініш, осы біздің жұмысымызды көріп, шынайы бағалап, халықпен, көрерменмен бөлісіп кетсеңіздер. Рахмет. Қолдап келгендеріңізге рахмет. Осы жерде Жалын өз бірінші рет көрді бүгін кино. Содан алған әсері сол, жылап тұр, бірінші рет көріп тұр ғой киносын. Жігіттердің бір ауыз айтары бар. Рұқсат болса, Думан, сен баста ағаң. Да? Сен де жылап тұр. Қолдап келгендеріңізге рахмет. Осы жерде команда ана жақ, мына жақ бірінші рет жасап отқаннан кейін жүгіріп жүрміз, кім қайда қалған білмей қалдық қой. Думанды алып келдім, жаңа келіп барып тез рахметімізді айтайық деп. Сіздерге рахмет. Алла разы болсын келгендеріңізге. Жалпы Ой, жарайсыңдар. Керемет, мықты. Шашым, әйеліңді де қосып үлгеріпсің. Браво! Барлықтарыңызға қайырлы кеш, қалайсыздар? Біз Қазғана жолдасымыз екеуміз фильмнен шықтық, жабық көрсетілімнен. Қайтадан деген тұңғыш Қазақстандағы апат туралы түсірілген фильм өте керемет. Оны түсірген біздің дарындық жігіттер, біздің өзіміздің мектеп-интернатта оқыған достарымыз түсірген. Енді өте керемет, көптеген эмоция сыйлады, шынайы оқиғаға негізделген, әрі міндетті түрде барып көріңіздер, қолдаңыздар жігіттерді. Киносы енді керемет, арзан әзіл емес, ой саларлық, неше түрлі дүние, маңызды нәрселер көтерілген. Бір сөзбен айтқанда керемет фильмді көріп қайтыңыздар. Фильмнен шықтық, қазір ғана өте керемет. Негізі апат туралы тұңғыш фильм дегенде қызық бірдеңе болатын. Бірақ шын айтайын, өзім жеке мұндай бір деңгей күткен жоқпын да негізі. Ерке айтыңызшы, актерлардың ойыны сондай бір шынайы, актерлардың ойыны сондай шынайы жақсы болды. Қанша? 1 сағат 20 минут жалықтырмайды. Қандай айтыңыз? Бұндай фильмдерді просто келіп көру керек деп ойлаймын. Жеткізе алмайсың. Сюжетін айтып, болмаса бір эмоциямызбен бөліскеннен гөрі келіп көру керек бұндай фильм. Енді мен 40 жасыма дейін мен көрмеген фильм өте аз шығар деп ойлаймын осы кезде. Қазақстандық киноларды өте сирек көретін едім, ал бұл фильмді келіп көруге